Қайырлы кеш қазақ елі, бүгін 2 қазан 2025 жыл. Бүгін Астанада Digital Prides деген форум болып өтті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сол шетелдерден сарапшылар, эксперттер келді. Жасанды интеллект туралы тағы да ойын ортаға салды. Сөйтіп, бүгіннен бастап Қазақстан Республикасында тағы да бір министерство ашылды. Аты жасанды интеллект және цифрландыру министрлігі болып аталады. Басшысы Жасұлан Мәдиұлы болды. Енді бұл жасанды интеллекті қазіргі заманнан қалмау үшін бәсекеге қабілетті цифрландыру саясатымен айналысатын қазақ елі өркениетті елдер қатарына қосыламыз деген сияқты өз баяндамасын Қасым-Жомарт Тоқаев атап өтті. Кейін Америкада тұратын Павел Дуров өз ойын ортаға салды ағылшын тілінде. Сөйтіп, форумға келген адамдармен пікір таласып, осы қазақ елінде тағы да бір жасанды интеллект деген университет ашылатын болып жатыр. Енді осыған қыруар қаржы бөледі, тағы да сол әләуләйлім бітсе, әләуләйлім бар деген секілді, сол баяғы сарында айтылып, бұның барлығы сол Назарбаев тұсында да сондай неше түрлі форумдар ұйымдастыратын еді. Астана форумы, Евразиялық форум, дүние жүзінен сарапшыларды шақырады. Олардың келіп кетуі, жол кіре, қонақ үйі, тамағы, басқа да әйтеуір баяғы сол мақтаншақтық, сол баяғы желге ұшқан ақшалар. Басқа айтарымыз жоқ. Қазақ елінде өкінішке қарай мына көршіміз Қырғызстан Республикасының президенті Сапар Жапаров жуырда ғана өткен Америкадағы 80-ші сессиясы Біріккен ұлттар ұйымында өзінің қырғыз тілінде баяндама жасады. Біздің Қасым-Жомарт Тоқаев ағылшын тілін білем деген секілді ағылшын тілінде баяндама жасады. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымында кім қайсы елдің президенті сол тілде сөйлегені абзал. Негізі заң бойынша. Бірақ өз еркінде әркім өзі біледі, қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса демекші. Соның сарында мен ағылшын тілін білем деген секілді ағылшын тілінде баяндама жасады. Жалпы бұл Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ елінің президенті болғандықтан қазақ тілінде баяндама жасаса нұр үстіне нұр болатын еді. Өкінішке қарай ондай болымдалмады. Осы Сапар Жапаров қырғыз президенті қырғыз тілінде баяндама жасағаннан кейін бүгін өзінің Бишкекте отырып тағы да өлім жазасына кесілетін құжатқа қол қойды. Неге? Өйткені 27 қыркүйек сонау 17 жасар Айсұл деген қыз көшеге шығып барады, бір адамның көлігіне отырып 41 жасар бір азамат орманның ағаштарының арасына апарып зорлап өлтіргеніне байланысты өте қатаң жаса өлім жазасына кесу деген бұйрық шығарып қол қойды. Бұл Кеңес одағы ыдырағаннан бастап Асқар Ақаевтың заманында, сол Кеңес одағы ыдырап 91 жылдан бастап 98 жылға дейін қаншама адамды өлім жазасына кесіп, соңғы рет 98 жылы өлім жазасына кесіп еді. Бұл одан кейін 2007 жылы бұл бұйрық алып тасталды. Енді қайтадан міне 2025 жыл қатаң жазаға алмасақ, өлім жазасын кеспесек, осындай неше түрлі бас кесерлер, қайдағы қаншерлер елімізде толып кетеді деген желеумен бүгін соған қол қойды. Тағы да бір сол Сапар Жапаров президентінің жан досы, кішкентайынан бірге өскен Ташиев деген премьер-министрі, міне соңғы әлеуметтік желілерде соңғы уақытта міне 1 ай 2 айдың көлемінде басана Бишкектен бастап бүкіл Талас облысына барып, кейін Ош аудандарына барып, барлық шенді мен шекпендіні ақжағалылары бай мен бағландардың барын шетінен ұстап, ұлттық қауіпсіздік қызметі, жоғарғы сотын, прокурорын, әкімдердің барлығын кім жеңішінен жалғасқан сыбайлас жемқорлықпен айналысқан адамдардың барын тәркілеп, заттарын тәркілеп, мемлекетке, бюджетке қайтарып, өздерінің залдың ішінде отырып, қолдарына кісен салып, соттап жатыр. Міне бір жиналыста 24 адам, келесі жиналыста 26 адамды топырлатып барлығын түрмеге айдап жатыр. Міне айқайлап тұрып өзіне сенімді
жаңа президент Қырғызстанның Сапар Жаппаровтың досы Ташиев мырза барлық жерде кәдімгі орыс тілінде, қырғыз тілінде сөйлеп, анаған сал деп бір шыбықпен айдап Қырғызстанның барлық жемқорын тазалап жатыр. Өкінішке қарай айналдырған 5 миллион қырғыздың ішінен осындай Ташиев сияқтылар шығып жатыр. Мына 30 жылдан асып кеткен тәуелсіз қазақ елінде Ташиевке ұқсаған бірде-бір шенеулік шықпауы бұл қазақ халқының осыншалықты қоян жүрек болғандығының айғағы. Басынан бақайшағына дейін мәңгүрттенген мына жерге барып бізде парақорлық, жемқорлық, шашетектен қыруар қаржыны ұрлап шетелге қашу бар мақсаты. Осынша жылдан бері міне 20 миллион қазақтың ішінен бір қазақтың қатыны бір осы сыбайлас жемқорлықпен алысатын бір шенеулікті тумауы өкінішті-ақ. Өкінішті-ақ. Неге біздің қазақтың ішінен Ташиев сияқты бір азаматтың шықпауы? Анау премьер-министріміз Олжас Бектенов деген не істеп, не қойып жүрген өзі білмейді. Өзінен өзі қорқып па, бір қаймығып, дірілдеп, екі тізесі дірілдеп, не істеп, не қойған, не қазақша дұрыс айтпайды, не орысша айтпайды ештеңені. Бір қандай премьер-министр екенін адам түсініп болмайды. Айналайын-ау, сен премьер-министр деген Ташиев сияқты жұмыс істесеңші көкем-ау. Неге осы Ташиев сияқты жанын шығармайсың, бір шыбықпен неге айдамайсың? Қолында құзыретті билік бар. Билік бар адамға барлығы бағынады ғой. А сен не үкіметті басқара алмайсың, не бір адамға сөзің өтпейді, ешкім одан қаймықпайды, қорықпайды. Қазақстан бетімен кеткен. Қырғыз құрлы болмадық өкінішке қарай. Алақандай Қырғызстан, Қазақстанның Қарағанды облысына бүкіл Қырғызстан сиіп кетеді. Алақандай ғана жер. Халқы 5 миллионнан әлең дегенде асып жатыр. 1 миллион 2 миллионнан ана Ресейде басқа дүниенің түкпір-түкпіріне гастарбайтер болып жұмыс істеп жүрген мына бауырларымыз бар. Тіліміз, дініміз бір мына қырғыз деген. Солардың арасынан Ташиев шығып жатыр. Неге біздің қазақтың арасынан Ташиев сияқты шықпайды бір шенеулік? Ал кезінде 60-шы жылдары Жұмабек Ташенов деген болды. Мына 5 облысын, Солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола облысы, Қостанай облысы, жаңағы Павлодар облысы, міне Ақмола облысы, осы 5 облысты Никита Сергеевич Хрущевтан таласып жүріп, өзін құрбандыққа шалып, қызмет бабынан кетсе дағы, осы 5 облысты сол кісінің әруағы бір аунап түсіп жатқан шығар деп еске түсіріп жатырмыз. Атаңызға рахмет. Жұмабек Ташенов сияқты осы шенеулік әлі күнге дейін 30 жыл асса дағы біреу шыққан жоқ. Не болмаса Өзбекәлі Жәнібек деген ағамыз кабинетінде отырмаған. Қызылорда, мына Торғай облыстарын кезінде қаншама театрды, музейді ашылуы атсалысып мұрындық болған. Қаншама қызметтерді істеп кабинетінде отырмай етене араласып халықпен жаңбырда, қарында, халықтың арасында жүріп, мына кезінде жақсы араласым Сейіткен Жақметов деген ағамыз айтып отыратын еді. Көзіміз көрді. Өзбекәлі Жәнібеков ағамыз бар халықтың ішінде қарапайым жаңағы керзабай етігін киіп алып, сол халықтың арасында жүретін еді. Кабинетте отырмаған адам дейді. Міне, осындай адамдар неге мемлекет және қоғам қайраткерлері неге бізде шықпайды? Бізде тек жемқор, парақор, үндемейтін, тізесі қалтырап қоян жүрек диванда жатып, ештеңе істемейді. Сосын қалай Қазақстан дамиды көкем-ау? Біздің қазақ елі қазіргі таңда асты байлық. Бір ғана Алматы облысының өзі Қырғызстанның бюджетін кезінде Атамбаев айтып еді. Екі орай, бір Алматы. Оған 18 облысты қосыңыз, Астананы қосыңыз. Қыруар қаржы ғой, триллиондаған қаржы кетіп жатыр. Осының бәрін игере алмай, жаңағы мемлекеттен бөлінген ақшаны 18 облысқа. Кейін ол жақтар дұрыс уақытты міне жылдың соңы болып қалды. Желтоқсан айында игере алмай, қайтадан кері қайтарып жатады біздің елде. Өкінішке қарай. Сұрайтын ақшасын сұрап алады, кері қайтарып, жаңағы есепшілер миы ашып, жаңа не істеп, не қойған білмей, министерство қағаздың астында қалып жатады. Оны естіп те, көріп те жатырмыз. Сол секілді қанша жасанды интеллект болса да, біздің елде алға жылжу көрінбейді. Күні кеше міне Реал Мадрид пен Алматы қаласында Қайрат ойнады футбол. Соны 20 миллион халқына
трансляция дейді ғой, соны көрермендеріне көрсете алмауы, бұл барып тұрған сорақылық. Бұдан артық тіпті аузың бармай не айтуға болады. Осыдан кейін не айтуға болады, көкем-ау? Өзіміздің елімізде болып жатқан футболды көрсете алмауы. Бұдан кейін айтуға ауыз бармайды, өкінішті. Сөйтіп кеше депутатымыз Нартай Аралбайұлы әлеуметтік желіден бұл деген сорақылық деп айтып жатқанын естіп қалдық. Осындай нәрселер тығылып жатыр. Ана жақта үлкен қазақ қарапайым бір ауыз сөзбен айтады ғой. Арық айтып семіз шық дейді. Осының мәнін түсінсе ғой шіркін. Бізде депутат болсын, сенат болсын, президент болсын, әкім болсын, қарапайым халыққа сайланатын кезде үйіп-төгіп уәдені береді. Сайланып алғаннан кейін халықты ұмытып кетеді. Ортасында жүрген алтын көпір болып жүрген тілшілердің өзі ары қарай жағаспайды. Осындай өкінішке қарай ішімізді, жанымызды жегідей жеп бара жатқандықтан біз шырылдап айтамыз. Бұл Қазақстан Республикасының біз шынайы жанашырымыз. Сол үшін айтпасқа болмайды. Мен қазақ десе қабырғам қайысып, қазақ десе ішкен асын жерге қоятын жігіттердің бірі әрі бірегейіміз. Сондықтан мынау елімізде болып жатқан қордаланған мәселелер шаш етектен осылар дұрысталса екен шіркін. Біздің ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік қызметі, сот, прокуратурадағы жігіттер өз қызметін дұрыстап атқарса екен деген ниет қана, арманымыз сол. Ал мына сол жең ұшынан жалғасқан сыбайлас жемқорлықпен дұрыстап күрессе, соларды ұстап темір торға жапса, мына қарапайым халық басқалары содан сабақ алып еліміздің өркендеуіне атсалысады деген бізде үкілі үмітіміз бар. Сондықтан еліміздің жұртымыз аман болсын, лайк басып пікір жазыңыздар. Көріскенше күн жақсы, сау, саламат болыңыздар.